Қайырлы күн, достар. Мен бос уақытта кітап оқығанды жақсы көремін және күнделікті оны оқимын. Мен балалар энциклопедиясы әпсаналар кітабын оқып болдым. Ал қазір әлем ғажайыптары балалар энциклопедиясын оқимын. Ежелгі әлемнің 7 кереметі. Әлемнің 7 кереметінің тізімін алғашқылардың бірі болып грек жазушысы Антипатр Сидонский біздің дәуірімізге 2 ғасыр жасады. Ол тізімге Египет пирамидалары, Вавилонның аспалы бағы, Эфестегі Артемида ғибадатханасы, Галикарнастағы Мавзол патшаның сағына. Балалар, мен сендерді кітап оқуға шақырамын.